Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай үй жағдайындағы творожный рогальки дайындаймыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: творог, жұмыртқа, сары май, қант, сметана, ұн, разрыхлитель және де тұз. Творогқа жұмыртқамызды және де қантымызды қосып, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Қыздар, толықтай құрамын осы видеоның астында описаниядан көрсеңіздер болады. Енді оған сметананы қосып араластырамыз. Араластырып алдық. Енді електен ұнды, разрыхлительді өткізіп, тұзымызды қосып, осылай лопатаның көмегімен жақсылап араластырамыз. Оған комнатный температурадағы сары майды қосып, осындай қамыр илейміз. Қамырымыз біздің жұмсақ болу керек. Оны көріп тұрғандарыңыздай мен оны үш бөлікке бөліп алдым. Әр бөлікті осылай дөңгелек етіп илеп қоямыз. Енді осы әр бөлікті оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып аламыз. Біздің қамырымыз не жұқа емес, не қалың емес, средний болу керек. Осылай оқтаудың көмегімен жаямыз. Мінекей дайын болды. Жайған қамырдың үстіне енді қантты сеуіп шығамыз. Қанттың үстінен енді оқтаумен жүріп өтеміз. Болды. Енді дайын болған қамырымызды осындай бөліктерге бөліп, осылай жаймен печеньемізді орай бастаймыз. Осылайынан орап, рогаликімізді дайындаймыз. Каждыйын осылай орап шығамыз. Мінекей рогаликтерді осылай орап шықтық. Енді қалған екі бөліктен де тура осылай қайталап рогаликтерді орап шығатын боламыз. Дайын болған рогаликті формаға салып, қызып тұрған пешке 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Қыздар, әркімнің пешіне байланысты қызарғанда алатын боламыз. Барлықтарыңыз ас болсын. Қыздар, және де тіркелуді ұмытпаймыз.